Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihi al-uqadatu farij bihi al-kurab wa tuhta bihi al-hawaj wa tunal bihi al-ghaib wa khassan khawatim wa yastasqa al-ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum lak. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті жамаат. Барлық мадақ мақтау біздер жоқтан бар еткен Аллахқа болсын, және оның пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салауаттар мен сәлемдер болсын иншалла. Біз Алланың қалауымен имам кім дәрісін өтіп отырмыз? Ау, сіз болдыңыз ғой? Имам Абу-Лайс ас-Самарқандидің Тәнбиху ғафилин, яғни ғафилетте жатқандарды ояту атты дәрісін өтіп жатқан болатынбыз. Бүгін екінші дәріс. Алдыңғы дәрісті біз рия жайында өткенбіз. Рияның зияндары, рия қандай болатындығы сол жайында өткен болатынбыз. Иншалла дәрістерді ютубқа шығады, сол жерден көріп алсаңыздар да болады. Бүгін екінші дәріс өлім қорқыныштылығы және оның қаттылығы жайында болмақ. Аллахумма алимна ма янфа'на ва анфa'на бима алламтана. Аллах Тағала бізге пайдалы білім нәсіп етсін, бізге үйреткен әрбір нәрсесін бізге пайдалы етсін иншалла. Қарап отырсаңыз, бүгін біз әрбір адамды күтіп тұрған, бірақ көпшілігі ұмытып жүрген ақиқаттың бір несі, бұл өлім. Адам баласы дүниеге мәз болып келгенмен, байлыққа қуанғанмен, жастыққа сенгенмен, денсаулығымен мақсат алдына қойғанмен, денсаулығына былайша айтқан кезде мастанып жүргенмен, бірақ бір күні не келеді? Өлім келіп бәрін істейді екен, тоқтатады екен. Бір адамның сарайы болады, біреудің атағы болады, біреудің мансабы болады, біреудің байлығы болады. Бірақ қабірге кірген кезде сізбен бірге малыңыз да, дүниеңіз де, дос та, атақ та, дене де, отбасы да, бала-шаға да ешкім болмайды. Кім болады? Тек қана сіздің бұл дүниеде жасаған амалыңыз ғана болады. Сондықтан бізге алда өткен салих кісілер өлімді көп еске алған екен. Өйткені өлімді еске алу мынау жүректі тірілтеді, нәпсіні сындырады, адамдарды не істейді екен? Тәубеге келтіреді екен. Анас ибн Маликтен жеткізетін хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: кім Алламен жолығуды жақсы көрсе, Алла да онымен жолығуды жақсы көреді. Ал енді кім Алламен жолығуды жек көрсе, Алла да онымен жолығуды жек көреді дейді. Сахабалар былай дейді: Алланың елшісі, біз өлімді жек көреміз ғой дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай деп жауап береді: бұл жай ғана жек көру емес дейді. Мүминге өлім сәтінде Алланың рахметі мен не істейді дейді? Жәннатын сүйіншілеуші хабар беріледі дейді. Сонда оған Алламен кездесуден артық сүйікті және жақсы нәрсе болмайды дейді. Ал бұзық, күнәһар адамға, кәпірге азаптың хабары келеді дейді. Ал ол үшін Алламен кездесу не болады дейді? Оған керісінше жек көру болады деп осы хадисті түсіндіреді. Басқаша айтқан кезде, мүмин адам дүниеден кетіп бара жатқанда періштелер оған не дейді? Қорықпа дейді, қайғырма, саған не істеді дейді? Жәннат сүйіншіленді, жәннат берілді деп оны сүйіншілейді. Сол кезде ол дүниені емес, керісінше Раббысымен қауышуды, кездесуді қалайды. Ал кәпір, күнәһар адам керісінше не? Оны саған тозаққа барасың деген кезде ол не істейді дейді? Бұл дүниеден кеткісі келмей, Раббысымен қауышқысы келмей қалады. Сол үшін күнәһар адам өлім сәтінде қараңғылықты, қорқынышты, азапты, үрейді не істейді? Елестетеді. Сондықтан ол өлімді не дейді? Жек көреді дейді. Өлімнің ауырлығы жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: мүминге өлімнің ауырлығы қылыштың 300 соққысындай болады дейді. Ойлаңызшы, қылыштың 300 соққысындай. Бір соққысына да қылышты істей алмаймыз, шыдай алмайсыз. Ал өлімнің соққысы, қиыншылығы мынау жүздеген қылыштың несіндей, соққысымен ауырлығындай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да өлім аузында жатқан кезде не істейді? Қатты
қиналады, иә, калимасын айтып ла иляха илlallah деп пайғамбар саллаллаху алейхи жатқан. Сол үшін бұл өлімнің қаттылығы деген өте не екен, ауыр екен. Исраил ұрпақтарынан бір топ адам қабірдің басына барып, Аллах Тағаладан сұрайды: я Раббым, я Алла, бізге мына өлілердің бірін тірілтіп, өлімнің ауыртпашылығы, өлім деген қандай екен, соны бізге айтып беретін адам бар ма деген кезде, Аллах Тағала не істейді? Олардың дұғасын қабыл етіп, бір адам тірілтеді. Қабірден бір адам тіріліп сөзге келіп айтады: мен өлгеніме 90 жыл болған дейді. Бірақ өлімнің ащылығы, ауыртпалығы әлі күнге дейін істеген жоқ дейді, кеткен жоқ дейді дәмі. Демек, 90 жыл өтсе де өлімнің қиындығы не істемейді екен, ешқашан ұмытылмайды екен. Омар ибн Хаттаб, Алла кісіден разы болсын, Кәбқа келеді: я Кәб, бізге өлімді сипаттап берші деп. Сол кезде Кәб, Алла кісіден разы болсын, былай дейді: өлім тікенекті ағаш адамның денесіне кіріп кеткен секілді дейді. Оны алып шыққан кезде, тартқан кезде қандай ауыртып қиналасың дейді, сондай дейді өлім. Қарап отырсаңыз, тамырлар жұлынады, жаның қиналады, қаттан ағашты алу, қолына кішкентай бір шөңгір кіріп кетсе де, ананы инемен шұқылап алудың өзі қандай азап. Ал өлім дәмі деген бұл өте не екен, ауыр екен. Рух денеден ажырағаны несі өте қиын нәрсе. Әрбір тамырына дейін істейсің, клетка анау сезесің дейді ғалымдар. Сол үшін керісінше өлімнен қашпай оған не істеуіміз керек, дайындалуымыз керек екен. Енді не үшін өлімді еске алу керекпіз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: ләззаттарды жоятын нәрсені, өлімді көп не істеңдер дейді, еске алыңдар. Неге? Өйткені өлімді еске алу, өлімді еске алған адам тәкаппарлық бойынан не істейді? Жойылады. Күнә деген нәрседен қорқады, дүниеге алданбайды, тәубеге не істейді? Асығады. Ал енді өлімді ұмытқан адам керісінше күнәға белшесінен бата береді, дүниеге байланып не істейді? Қалады, тәубені кешіктіре береді. Әлі өмір сүреміз ғой, тәубе қылып үлгерем ғой деген секілді не істей береді екен, үміті көбейе береді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұрайды: ең ақылды мүмин адам кім деп сұраған кезде, Расулулла саллаллаху алейхи уассалам өлімді көп еске алатын және оған жақсы дайындық жасаған адам деп жауап берген. Бүгін біздер несі? Үй салуға дайынбыз, той жасауға дайынбыз, бизнес ашуға дайынбыз. Бірақ қабірге дайын емеспіз. Қазір өлесің ба десе, бәрі қашады. Қазір уақытта не үшін мынау пластикалық бетке, жүзге операция жасайды, жаңағы неше түрлі жасартатын кремдерді жағады, үлкен уже жасы келген, егде жасқа келген кейбір әйел кісілер қартайғысы келмейді, шашын бояп, әдеміленеді. Не үшін? Өлім жақындап жатыр, қарттық деген нәрсемен істегісі келмейді, қауышқысы келмейді. Мынау жақсы қартаюдың өзі де бір нығмет. Жақсы қарттықты көрудің өзі бір Алладан берген нығмет екен. Көрдіңіз? Сол себепті біз бұл өлімнен керісінше қашпай оған дайындалу керек екен. Дайындығымыз жасап, әзірленуіміз керек. Бәрібір қауышатын нәрсе. Екі нәрсе: сен жердің астына кіріп кетсең де, айға ұшып кетсең де тауып барады. Біріншісі ырзық несібең, екіншісі ажалың. Екі нәрсе ол міндетті түрде сіз табады. Ырзық несібені де ойындамаңыз. Әрине, әрекет амалын қыласыз. Аллах Тағала әрекет амалыңызға сай несібеңізге жазған нәрсені көресіз, дүниедегі ырзық несібені. Бірақ уайымдамаңыз, Алла берді ме, соңғы жейтін нәрсеңізге дейін Аллах Тағала беріп қойған. Соны алып, бұл неден тауыспай, дүниеден не істемейді, денеңізден жаныңыз шықпайды екен. Сол үшін ғалымдар айтатын сол екі нәрсе, сен қайда кетіп қалсаң да, ол сен артыңнан қуып жетіп тауып барады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: 5 нәрседен бұрын 5 нәрсенің қадірін біл дейді. Жастық шақтың қадірін кәрілік келместен бұрын біл дейді. Денсаулықтың қадірін ауырмай тұрып біл дейді. Бос уақыттың қадірін
мына бір шұғылданатын іс болмай тұрып біл дейді. Байлықтың қадірін кедейлік келмей тұрып біл, өмірдің қадірін өлім келмей тұрып біл дейді. Қарап отырсаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өте біздерге нәрсені айтып отыр, жақсы нәрсені айтып отыр. Жастықтың қадірін кәрттік келмей тұрып біл дейді. Енді жастық кезде мейлінше көбірек құлшылық қылғанымыз жақсы. Жас бауырларымызға айтатынымыз сол. Ең көп құлшылық қыл, намазды кейінге қалдырма, күнәні еркін жасай берме, мысалы. Тәубені кейінге қалдырып қоймауымыз керек екен. Кейбір жастарымыз керісінше намазды қалдырып қойып, құлшылық тастап қойған, күнәлі істерге көп белшесінен қарамайды, күнә деп қарамайды, бірден соны істей береді. Жастықтың буымен, тәубе деген нәрсе ол жоқ. Кім кепіл? Ертеңге дейін жететініне, жетпейтініне. Ешкім білмейді. Қаншама жастар жатыр қазір қабірде. Қаншама қарттар әлі тірі жүр мысалға. Бір Алла біледі. Сол үшін жастықтың буымен не істемеуіміз керек екен? Күнәға бата бермеуіміз керек. Керісінше тәубе қылып, жастық шағымызды жақсы нәрсеге пайдалана білуіміз керек. Қарттық келген кезде қайдан білесің, мүмкін сәжде қылуға шамаң жетпейді шығар, белің бүгілмейді шығар, тілің келмейді шығар. Пенсияға шыққанда оқимын дейтін кісілер болады кейбір. Мысалы, пенсияға дейін жетесіз ба, жетпейсіз ба? Пенсияға жеткеннен кейін оқуға жағдайыңыз келе ме? Тіл келе ме оған, келмей ме? Бір Алла біледі. Сол себепті жас кездегі қылған құлшылықтың сауабы қартайғанға қарағанда басқаша. Өйткені сіз қонаққа не істейсіз? Жақсы тамақты бересіз ғой. Жаңа еті бар, жақсы болған нәрсе, одан қалған сүйектен істейсіз, итке бересіз. Дәл сол секілді жастық шақта, жастық күш қуат бар кезде керісінше құлшылықты көбейтіп алуымыз керек. Қартайған кезде, қу сүйек болған кезде Құдайға мен құлшылық қыламын деген нәрсе не болмайды? Әрине, бірақ келгеніміз жақсы құлшылыққа, қартайсақ та, бірақ жастық шақта істеуіміз керек, көбірек жастық шақтың қадірін білуіміз керек. Қартайған денсаулықтың қадірін білу, ауру келмей тұрып не істеу керек? Көбірек сәжде қылуымыз керек, сәжде жасауымыз керек. Бір күн аяқ жүрмей қалса, бел бүгілмей қалса, жаңағыдай тіл сөйлемей қалса, қабат деген айға басқаннан не жоқ, ешбір пайда жоқ екен. Бірақ не істейді? Өкінішке орай уақыт өте береді, уақыт кете береді. Біз жүре береміз, уақыттың қалай өтіп кеткенін істемей қаласыз, білмей қаласыз. Абай атамыз бекер айтпайды ғой, кеше бала едің, келдің ғой талай жасқа дейді. Көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа дейді. Біз кеше бізде бала едік кеше. Орта жасқа келіп жатырмыз. Ағаларымыз үлкен буын міне қарттыққа аяқ басып жатыр, орта жастан асып. Сол себепті уақыт бір қалыпта тұрмайды. Қазір жаспын деген ертең не істейді? Ол да бір уақытта қартаяды екен. Өмірдің қадірін біл дейді. Не дейді? Өлім келместен бұрын. Адам тірі кезінде ғана не істеу керек? Амал жасай алады, құлшылық қыла алады. Тірі кезінде ғана жақсы амалдарды істей алады. Мынау адам дүниеден өткен кезде, өлген кезде дейді, болды дейді. Дәм тұзы таусылды дейді. Жұмысы бітті дейді. Қайтқан адам ештеме істей алмайды дүниеден өткен. Намаз оқи алмайды, ораза ұстай алмайды, тәубе қыла алмайды, жақсы игі іс істей алмайды. Болды. Оның амал дәптері не істейді? Тоқтайды. Сол себепті тірі кезімізде осының барлығын не істеуіміз керек? Мүмкіндігіміз бар кезде орындап қалуымыз керек екен. Байлықтың қадірін кедейлік келмей тұрып біл дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қолыңызда қаражатыңыз бар ма? Керісінше көмектесіп қалыңыз, Алла жолында беріп қалыңыз, жұмсап қалыңыз. Ол байлық деген нәрсені Алла бір уақытта береді, бір уақытта не істейді? Алып қоя салады. Сол үшін сол бар кезде керісінше жақсы нәрсеге, қоғамға, қоршаған ортаға, өзіңіздің ақыретіңізге пайдалы нәрселерге не істей білуіміз керек, жұмсай білуіміз керек. Бос уақыттың қадірін не істеу? Бір жұмыспен шұғылданбай тұрған кезде не істеп білуіміз керек. Себебі бос уақыт кезінде уақытымызды құр босқа не істемеу, жұмсамауымыз керек. Адамның өмірінде берген ең құнды капитал, қаражат бұл уақыт. Бір үлкен қарт ақсақал кісіден сұраған, өмірде өкінетін не нәрсеңіз бар деп. Мен өмірде өкінетінім, менің қадірімді түсінбеген адамдарға уақытымды жұмсағаным дейді. Менің қадірімді түсінбеген адамдарға өз уақытымды жұмсағаным дейді. Сол үшін
уақытымызды құр босқа мынаны шұқылаумен, немесе телевизор көрумен, немесе әңгіме айту, өсек айтумен өткізбеуіміз керек. Дұрыс па? Уақыттың қадірін білген адам уақытын құр бос өткізгісі келмейді. Бос нәрсеге жұмсағысы келмейді. Кәдімгідей ана уақытына қатты нетіп қарайды. Сол себепті және біреудің де уақытын қадірлей білуіміз керек. Бір үйге шақырды ма, қазір бізде қазақта сол, қонаққа шақырса болды. 2 сағат, 1 сағат кешігіп барады. Кейбіреулер дәл уақытында барады, қадірлеп. Сол дәл уақытында барған жоспарлап барады ғой. Мен осы 6-та барсам, қазір бір 2 сағат 8-9-ға дейін отырам да, арға шығып өзім шаруам бар, немесе демалам деген секілді жоспар болады. Анау 6-ға шақырған 8-де келеді. Ана кісіні күтейік дейді, 8-де тамақ ішеді, одан 10-11-12 болады. Бір кісінің мүмкін құлшылығы бар шығар, түнде орындайтын. Немесе бір жоспарлап қойған жұмысы бар шығар. Сол нәрсеге не істемеу керек? Уақытын біреудің де жемеуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір кісі кездесем деп, пайғамбар сөзі базарда 3 күн күткен әлгі кісіні. Сол үшін біреумен уәделестіңіз ба, біреумен келістіңіз ба, дәл уақытында баруға не істеуіміз керек? Тырысуымыз керек. Кешігіп жатса, кешігіп жатырмын деп ескертіп айтыңыз. Кешігіп жатырмын, осындай уақытқа шегерсек қалай болады деген секілді. Өйткені әр адамның өзінің несі бар, уақытының қадірі бар, және әр адам өз уақытын жоспарлап қойған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Әзраил алейхиссаламның мынадай бір сөзін жеткізеді. Әзраил білеміз ба кім? Жан алушы періште, өлім періштесі. Бәрі маған ренжиді дейді ғой Әзраил алейхиссалам. Мен Алланың әмірімен ғана істеймін дейді, біреудің жанын аламын дейді болды. Мен өз бетімнен барып біреудің жанын алмаймын дейді. Сол себепті Әзраил алейхиссалам Алланың қалауымен келіп не істейді, жан алады екен. Әзраил алейхиссалам періштен Расулалла саллаллаху алейхи вассалам несін сөзін жеткізеді. Жер бетінде дейді, бірде бір үй жоқ дейді. Мен оларға күніне бірнеше рет қарап кетем дейді. Яғни өлім бізді не істеп жүр? Бақылап жүр. Біз өлімді ұмытып қойсақ та, бірақ өлім бізді не істеген жоқ, ұмытқан жоқ. Сол үшін уақыт сағатымыз келген кезде бізде не істейміз? Бұл неден өтеміз, кетеді екенбіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, қабір жәннат бақтарының бақшаларынан бір бақшасы, немесе тозақ шұңқырларының бір шұңқыры дейді. Сондықтан не істеуіміз керек? Қабірімізге қазірден бастап дайындалуымыз керек. Құлшылығымызбен, намазымызбен, оразамызбен, зекетімізбен, сабырлығымызбен. Ояқта не? Қабірде бізге бұл дүниеде алған бәленбай дипломымыз пайда бермейді. Байлығымыз пайда бермейді. Мансап, атағымыз, шен, абыройымыз ешбір пайда бермейді. Бізге пайда беретін ол жерде не? Намаз, ықылас, Құран, сабыр, тақуалық, туралық, көз жас, Құдайға жалбарынып, не істеген? Жылаған. Одан басқа ештеме істемейді, пайдасын бере алмайды екен. Сол үшін қазірден бастап қабірімізді жәннаттың бір бақшаларынан етіп дайындауымыз керек. Өз қолымызда оның барлығы. Әбу Зар, Аллах өксен разы болсын, 3 нәрсе мені жылатты дейді. Әбу Зар радиаллаху анху, Аллах өксен разы болсын, 3 нәрсе мені жылатты дейді. Біріншісі, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам және сахабалардан айырылу мені жылатты. Екіншісі, өлімнің келу қорқынышы мені жылатты. Үшіншісі, Алланың алдында тұру мені жылатты. Яғни Алланың алдында тұрған кезде жағдайым қалай болады екен деген нәрсе естетті мені жылатты. Қарап отырсаңыз, міне тақуалардың қорқынышы не болған? Осындай болған. Сахабалардың қорқынышы осы нәрсемен болған. Біз сияқты кәсібім не болады екен, ертең күнім қалай болады екен деген нәрсені естемеген, уайымдамаған. Ертең жұмыстан шықпасам қалай болады екен деген нәрсе уайымдамаған. Көрдіңіз? Сол үшін әрқашанда не болуымыз керек? Ғапылдықтан оянған адам болуымыз керек. Ғапылдықтан оянған адамның несі? 4 белгісі бар. Біріншісі, дүниені қанағатпен басқарады. Яғни дүниені таппа демейді, тап, бірақ оны қанағатпен, дұрыс жолмен, дұрыс нәрсеге жұмсаумен болады екен. Және адамдардың дүниесіне қызықпауы керек. Бізде қазір көп қоғамда. Біреудің дүниесін көріп, андай мен де машина алсам ғой, андай үйде мен де тұрсам ғой, Малдивиге, Балиге мен де барсам ғой,
деп біреудің несін қарап, әлеуметтік желіден қарап қызығып отырады. Болмайтын басқа біреулердің өміріне қызығып отырады. Аллах Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде Тахха сүресінде 131 аятында былай дейді біздерге. Олардың кәпірлердің дейді, бір бөлігіне оларды сынау үшін берілген дүние тіршілігіне, сән салтанатына, қызылды жасылына не істеме дейді? Қызықпа, көзіңді сүзбе дейді. Раббыңның, Алланың алдында, құзырында өзіне нәсіп еткен нығметтер мен ақыретте берілетін ырзық несібе әлдеқайда қайырлы дейді. Сіз біреудің дүниесіне қызығып жүрген, жаңағы біреудің Гелендвагені, бір 600 Лексусына, Тойотасына, Балиде қыдырып жүргеніне қызығып жүрген нәрсені не десеме дейді, Аллах Тағала оған қызықпа дейді. Оны сынау үшін біз о нәрсенің барлығын беріп жатырмыз дейді. Шын мәнісінде саған берілетін рызық несібе қияметте қалдырып қойған дейді Алла. Біз отырып отырмыз, әлеуметтік желіден менде де болса ғой. Алла береді иншалла. Пешенемізге жазған болса. Жазбаған болса, иншалла Аллах Тағала не істеді, рызық несібені біздерге ақыретте, қияметте қалдырып қойды. Сізде бұл дүниеде алған жақсы ма, әлде ақыретте алған жақсы ма? Өткен рия бабында өттік, ақыретте алған жақсы керісінше. Ақырет мәңгі. Бұл не? Жалған бұл дүние дейміз ғой өзімізді. 5 күн жалған дүниеде деп қойып, бірақ дүниені жақсы көріп кетеміз кейбір жағдайда. Екінші сипаты ақыретке асығу дейді. Намазды кешіктірмеу, тәубені ерте қылу, бір күнә істеп қойсаң, бірден тәубе қылуға асығу, оны кешіктірмеу. Намазды кешіктірмеу, намаз кірді уақытымен оқу, намазға асығу. Бізде қазір көп жағдайда айтамын, мұсылмандар бізде қазір намаздың кіретін уақытын емес, шығатын уақытын сұрайды. Қай уақытта шығады деп, анталасып 5 минут қалған кезде оқимыз. Ең абзал намаз кірген уақытында оқылған намаз, және сауабы да көбірек сол намаз. Әрине, бір шаруамен шұғылданып жатып, соңғы уақытына қарай оқу мүмкін, енді әр кісі әртүрлі жағдай. Бірақ енді бос болып тұрып, үйде жатсың, телевизор көріп, телефон шығып, намаз уақыты кірді ма, сырып жүрмей. Үшіншісі белгісі, ғафлеттіліктен оянған адамның үшінші белгісі бұл дінді біліммен ұстану. Яғни Құран мен сүннетпен істеу, амал ету. Яғни кейбір кісілер дін ұстанған кезде оны білімсіз ұстана береді. Өзін білетін нәрсесімен, жаңағыдай, білгенмен жүре береді. Қазақтар әр молда білгенін оқиды деп, жаңағыдай, өзі дінден бір нәрсені оқып алып, ана жерден оқып алып, содан адасу басталады. Сол себепті дінді біліммен істеуіміз керек, ұстануымыз керек екен. Төртіншісі, адамдарға жұмсақ болу. Өйткені мынау қаттылық жүрген жерде әрқашан не істейді? Бір нәрсені бүлдіреді, сындырады. Қаттылық бар жерде бұл жүрек не істейді? Өліп қалады. Сол үшін әр жерде несі болу керек? Жұмсақтықта болып тұруы керек иншалла. Одан кейін ең жақсы адам дейді, мынау өлімге дайындалған адам. Біріншісі Аллаға құлшылық етумен, адамдарға пайдалы бола білумен, ешкімге зиян тигізбеумен, дүниеге байланбаумен, өлімге дайын жүрумен. Әрқашанда өлімге не болу керек екен? Дайын жүру керек екен біз. Кез келген уақытта ажал, өлім келуі мүмкін. Ибрахим ибн Адхам, Алла кісіден разы болсын, былай дейді. Ол кісіден насихат бізге уағыз айтыңызшы деген кезде, ол кісі, мен мына 4 нәрсені уайымдап әрдайым жүремін дейді. 4 нәрсені уайымдап жүремін дейді. Біріншісі, Алла Тағала адамды жәннат пен тозаққа бөлген күні мен қай жақта болатынымды білмеймін дейді. Соны уайымдап жүремін дейді. Қарашы, қияметте ертең Алла Тағала адамдар бөліп жатқан кезде, сен жәннатқа, сен тозаққа барасың деген кезде, Ибрахим ибн Адхам деген үлкен сопы ғалым кісі болған. Сол кісі айтып отыр. Мен қай жаққа баратынымды істеймін дейді. Уайымдап білмеймін дейді. Сахабалар да айтады ғой, егер бір адам жәннатқа келеді десе, сол мен бе деп үміттеніп отырамын дейді ғой.
егер бір адам тозаққа кіреді десе, сол мен емес пе деп үрейленіп қорқып отырамын дейді. Бізде өкінішке орай ондай емес қой. Біз жәннатта отырмыз ғой же. Намаз оқып жатырмын мен, ораза ұстап жатырмын, мешітке келіп жүрмін, дәріске қатысамын, Құран оқып жатырмын, садақа беріп жатырмын ғой әр жұма сайын. Оқымаған қарағанда мен жақсымын ғой деп, прямой жәннаттың төрінде отырмыз ғой. Астынан су ағып жатқан балшып. Алла, біздерді кешірсін. Екіншісі айтады. Ол кісі айтады, ана құрсағында дейді, ананың құрсағында жатқаныңызда періште мына бақытты не бақытсыз деген кезде мен туралы не жазғанын білмеймін дейді. Яғни анамыздың жатырында жатқан пайғамбар хадисі бар ғой, 4 нәрсені жазады. Соның бірі бақытты болады, не бұл дүниеде бақытсыз болады деген, сол нәрсені білмеймін дейді. Бақытты болам ба бұл үйінде, не бақытсыз болам ба дейді. Үшіншісі, Әзірайыл келген кезде мұсылман болып кетті ме, жоқ па деген нәрсе мені уайымдатады дейді. Халімді білмеймін дейді. Жан тапсырғаннан кейін Әзірайыл періште мен мынау мұсылман болды, бұны не істеңдер, көркем түрде жанын алыңдар десе, немесе мұсылман болмады, кәпір болды, мынаны жанын азаптап алыңдар десе, қандай халде болатынымды білмеймін дейді. Соңғы төртіншісі, қиямет күні вамтазул яума айюхал мужримун, садақаллаху разим. Ей күнәһарлар, бүгін бөліңдер деген кезде мен қай жақта болатынымды білмеймін дейді. Аллах тағаланың сүйген құлдарының қатарынан болуды нәсіп етсін иншалла. Ғалымдар, сопылар осындай уайымы болса, қайғысы болса, ақыретін ойлап жүрген болса, біздікі одан сайын ұмытпауымыз керек қой. Біздікі 3 еседен 10 есе, 100 есе одан да қатты болу керек. Сол себепті ешқашан істемеуіміз керек. Мына жақсылықты, тәттілікті пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ләззатты жоятын өлімді ұмытпа деді. Сол үшін біз өлім үшін жаратылғанбыз. Абай атамыз айтады ғой, өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ дейді. Өлмек үшін туғанбыз, бәріміз оны ойлануымыз керек. Сені мен менікінің ажыраған ат қойыпты, өлді деп өңкей білмес дейді. Қазақта бізде адамды өлді деп айтпайды, қайтты дейді, оралды дейді, дүние салды дейді. Соны айтып отыр, сені мен менікінің ажырағанын ат қойыпты, өлді деп өңкей білмес. Мені мен менікі деген тәнімнен жанымның шыққанын, ажырағанын өлді деп ат қойыпты дейді. Өңкей білмес дейді. Сол себепті тән мен жанның шығатындығы, бұл тән дене біздерге уақытша берілгендігі, бұл дүние уақытша екендігі. Дүниеден өткен адамның қияметі басталды. Ол дүниеден өткен адамның уже қияметі істеп басталды. Сол себепті біз бұл дүниеден өту үшін келгенбіз. Бұл дүние біздерге емес, мәңгі емес. Алла Құран-ы Кәрімде Әл-Имран сүресінде не дейді? Күллу нәфсин заиқатул маут дейді. Әрбір жан иесі өлімнің дәмін татады дейді. Біз де осы өлімнің ащы не істейді екенбіз? Дәмін міндетті түрде татады екенбіз. Ертелі кеш болсын, жас болайық, кәрі болайық, атақты болайық, бай болайық, пақыр кедей болайық, кім болмайық, Алладан уақыт сағат әмір келген кезде біз де бұл дүниеден өтеді екенбіз. Бізді де біреулер пәленше болыпты ғой деп еске алып отырады екен. Сол себепті сондықтан құрметті жамағат бауырлар, намазымызды түзейік, тәубемізді жанартайық, жүрегімізді тазалайық, адамдардың ақысын жеген болсақ қайтарайық, Құранға оралайық, ақыретімізге не істеуіміз керек? Дайындалуымыз керек екен. Бір оқиға, мынау қайнапам ғой, өлімді соншалықты неткен, үрейленген, бір қайтқан үйге барған кезде мәйітті көргеннен соншалықты жаңа әсер алған, одан мен де өлем деген ғой, мен де өлем, мен де бұл дүниеден өтем деп сондай бір неге күйге түсіп кеткен.
Сөйтіп барлық қарыздарын қайтарған ғой. Бүкіл қандай қарыз бар бәріне қайтарған. Сөйтіп кезінде колледжде оқып жүрген уақытта бір жігіттен 20 теңге қарыз қалған ғой. Соны бермеген есіне түскен ғой. Соны іздеп тауып, мен саған осындай ақша қарыз едім, мә деп беріп, барлығын құтылғанша. Сол себепті біреудің ақысын жеп кеткен болсақ, кезінде гоп-стоппен тартып алып, ұрып, телефонын алып қойып, біреудің ақшасын алып, курткасын киіп кеткен болсақ, ондай жағдайлар болса не істеу керек? Соны тауып алып, кешірім сұрап, кешірім алып. Кезінде болған ондай жігіттер намазға келіп, кейін кешірім сұраған жігіттер бар. Бауырым есінде ме деп, осындай болып еді жағдай, кешіресің бе деп. Көрдіңіз? Сондай келген. Біреуді артынан сөйлеп қойған болсаңыз, ғайбаттап, ертең ол ақысын алады қияметте. Сенің сауабыңа үлескер болады ол да. Сенің сауабыңа жағаңнан алады, маған сауабын бер. Бұл дүниеде маған осындай қиянат жасаған едің ғой деп. Сол себепті бір жерден бір нәрсені алып кеткен болсақ шақтыдан, электрод бір бөле, соляркама, көрдіңіз? Сол нәрсені істеу керек, қайтару керек, ақысын беру керек, иншалла. Аллах Тағала иншалла біздерді ғапылдықтан сақтасын, жүректеріміз тірілтсін, өлімді еске алатын құлдарының қатарынан етсін иншалла. Өлім сәтінде біздерге періште қорықпаңдар, қайғырмаңдар, жәннатпен қуаныңдар дейтін сүйінші хабарды естуді Аллах Тағала иншалла нәсіп етсін. Қабірімізді жәннаттың бір бақшаларынан бақша етсін. Соңғы сөзіміз ля иляха илlallah болып кетуді Алла нәсіп етсін иншалла. Өлімді көбірек еске алуымыз керек, ұмытпаңыз. Біз қазір қабірге барып, өлімді еске алуымыз керек қой. Қабірге барсаң, кейбір қалаларда тұрғын көп кетеді ғой жерде. Өлімді еске алу түгіл. Үлкен не саптаған. Ана жерде салынған не бар ғой? Құдай сақтасын. Бір ауылдың мешіті ғой. Бір ауылдың мешітінің қаражаты. Қарағанда қызмет қылып жүргенімізде бір үлкен бір дөкей ағамыздың мамасы қайтып, анасы қайтып. Оған мұны батыстан ракушка дейміз ғой. Қымбат анау тас екен ғой, теңіздің астынан алатын. Үлкен блок болып келеді оны. Соны сөйтіп алып келді Қарағандағы блогымен. Оны бізде істейтін адам жоқ. Ананы сол жерде жаңа гранит қып кесті, кішкентай қып. Кесіп, оны адамдарын жалдады. Бәленбай 1000 шығын қаражат кетті. Енді соны ойласаң, қазір сол қаражат құр босқа сол жерде тұр да, жай болды. Ешкімге ешқандай пайдасы жоқ. Не қайтқан кісіге де пайдасы жоқ, не тіріге де пайдасы жоқ. Керісінше сол қаражатты сол ананың атынан, әкеңнің атынан, жаңа ағаңның атынан, бауырыңның атынан керісінше біреуге садақа қылып бер. Біреуге бергің келмей ме, әулетіңде бар ғой бір жағдай төмен бір бауырың, ағайындардың арасында. Болады жағдай төмен, баласы көп бір ағайын бауырың бар, соған бер. Басқа біреуге бергің келмейсі. Немесе бір ауылға көпір салып бер, мектеп салып бер, мешіт салып бер, медресе салып бер. Сондай сауабын берсеңіз, немесе мұқтаж бір қиналып жүрген кісі болса, соған беретін болсаң, ұялып беретін болсаң, ана кісі өлгенше сен әкеңе, анаңа дұға қылып кетеді. Көрдіңіз? Бізде дүниеден өткеннен кейін менің борышым мойнымда, міндетім басына көктас қоюым керек деп. Өлгеннен кейін не бар? Тірі кезінде разылығын ал, тірі кезінде жақсылығын ал, тірі кезінде әке-шешеңе, ата-анаңа сол нені берсей, құрметті, лайықты түрде. Сол үшін дүниеден өтпей тұрып, бұл кісілердің разылығын алып, күнін қалдырмай өмір сүруіміз керек. Дүниеде өткеннен кейін сол кісілердің атынан керісінше жақсы игі істерді не істеп тұрмыз, беріп тұрмыз иншалла. Аллах Тағала ниеттерімізді қабыл етсін.